Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен мажан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінгі шығып тұрған себебім, мына өздеріңіз естіп жатқандай, белсенді балдарыңыз Нұрсұлтан Исаев 15 жылға бас бостандығынан айырылды. Абайсызда машинасымен, көлігімен екі кісіні қағып кеткен үшін. Соған бола 15 жылға бас бостандығынан айырды. Ал кеше күні малшы, жайбарақат малын жайып жүрген кісіні денесін шұрқ тесік қып атқан сарбазға небәрі 6 жыл берді. Міне осы ма әділ Қазақстан, осы ма жаңа Қазақстан? Бұл жерде Нұрсұлтанның жағдайында жәбірленушілер ешқандай да арызданып отырған жоқ. Бұл қазақ үкіметінің соты өзі солай шешіп, өзі осылай бас бостандығынан Исаевты айырып отыр. Ойлану керек, қазақ халқым. Міне өстіп бетіндегі қаймақтардың бәрін сылып алып, қазақтың көзін құртпақшы. Құл саналы тобырды ғана қалдырып, соларды басқарып отырса, бұл биліктің арманы жоқ. Жап-жас, не бар 32 жастағы бала, оның машинасына, оның көлігіне оқ атылғанын ескермейді. Ол жерден ол қашып бара жатырғанын ескермейді. Міне қасақана басты қылып, ол жәбірленушілер ешқандай да арызданбаса да 15 жылға бас бостандығынан айырып отыр. Осы олға араша түсейік. Бәр жерде айтайық, бәр жерде жазайық, бәріне естіртейік. Осы Қазақстандағы, жаңа Қазақстандағы болып атқан осындай жайттарды бүкіл әлем біліп естіп отырсын. Біргей халқым, бір болайық, бірікпейінше бұл билік өзінің дегенін істеп осылай отыра береді. Жастарымыздың көзін құрта береді. Мынау жақында сайлау келе жатыр, 19 наурызға. Бұл асығып, аптығып, мезгілсіз сайлау өткізіп жатыр. Бұл Тоқаевтың күннің санаулы қалған белгісі. Жан таласып, жармасып өліп жатыр. Тоқаев құлайды, жүйесі де құлайды. Бірігу керек, бірігіп, сол X күнін жақындату керек. Бірігіп бәріміз бір ауыздан, ОДКБ-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейді еш жағынан да қолдамайтынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына түбегейлі қарсы екенімізді, әрі мынау біріккен ұлттар ұйымында Тоқаевтың ашықтан ашық Путинді қолдап кеткен жерін қазақ халқы қолдамайды, кешірмейді. Бірге халқым, бір болайық, бәріміз бірігіп, мынау X күнін жақындатып, батырларымыздың жанынан табылып, билікті өз қолымызға алып, бейбіт те демократиялы өмірімізге бет бұрайық. Алға қазақ елі!